Енді жұмыртқа қуырған кезде құрамына мүлдем 1 грамм май қоспаймын. Міндетті түрде дәл осы әдіспен дайындайтын боламын. Екі ағзаттан өте тойымды болып шығатын таңғы ас дайындаймыз. Бұл таңғы асты бір жесеңіздер, кешке дейін тоқ жүретін боласыздар. Ең алдымен бізге сорпа құятын осындай кесеміз қажет болады. 300 грамм сүтке 5 жұмыртқамызды қосамыз. Дәміне қарай тұзын және де қара бұрышын қосып, барлығын вилкамен біркелкі болып біріккенше тоқтаусыз араластырып аламыз. Дайын болған массаны өзімізге ыңғайлы ыдысымызға құйып аламыз да, қазанымызға суды құйып, астын қосамыз да, қайнамай тұрған суық суға қыздар осы кесемен тұрған жұмыртқаны саламыз да, қақпағын жауып қайнататын боламыз. Кеседегі жұмыртқамызды қақпағын жауып 15 минут аралығында қайнатамыз. Астын басудың қажет жоқ, дәл сол қатты отта 15 минут аралығында пісіріп аласыздар. 15 минуттан кейін біздің жұмыртқамыз осындай көтеріледі. Дайын болған жұмыртқаны тура осы видеодағыдай лопаткамен ыдысынан ажырататын боламыз. Лопаткамен жақсылап осылай көтеріп шығыңыздар, әйтпесе уыз оңайшылықпен түспейді. Дайын болған уызымызды